Nazik Cook арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен Наполеон тортын жасаймыз. Бұл тортты жақсы көрмейтін адам кемдеген, бірақ көпшілік адам бұл торттың дайындалу әдісін қиын деп ойлайды. Шын мәнінде бұл торттың дайындалуы өте оңай. Ал онда бастайық. Ұнды електен өткізіп аламыз. Сары майдың пайызы 60%-дан жоғары болса болады, және сары май міндетті түрде тоңазытқыштан шыққан суық болғаны шарт. Майды үккіштен өткіземіз, немесе қолмен мыжып шығамыз. Есіме түсіп жатқаны, кеңес заманында ұнды маймен бірге пышақпен ұнтақтап алатынбыз. Сонда ұсақталған май бір-біріне жабысып қалмайтын еді. Айтып кеткенімдей, барлық қоспалар суық болуы керек. Суық сүт, жұмыртқа, сірке суын қостым. Барлығын осылай араластырып, қамыр илейміз. Наполеонның қамырын 100 грамм мөлшерінде өлшеп алып, теңдей 12 бөлікке бөлеміз. Өстіп әдемі қылып барлығын бөліп алдық. Енді қалтамен бетін жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа жібереміз. Енді бөліп алған қамырымызды оңға аунатамыз. Оқтаумен жайып шығамыз. Диаметрін 26 қылып алдым. Ол кейін піскеннен кейін кішкене азаяды өлшемі. Сондықтан диаметрмен өлшесеңіз дұрыс болады. Осылай диаметрмен 26 қылып өлшеп алдым. Сіздерде бұндай болмаса, қазанның қақпағымен немесе тәліпімен де өлшесе болады. Міндетті түрде шанышқымен тесіп шығыңыздар, өйткені ол пеште піскен кезде көтеріліп кетеді. Мен біреуін пешке жіберіп, екіншісін осылай пергамент қағазына жайып дайындап қойып отырам. Сонда 12 бөлігін тез пісіріп шығасыздар. Пешіңіздің қысымына, қызуына қарай 220 градуста 3-4-5 минутта пісіп шығады. Мінеки тез пісіп шықты. Шеттерін осылай бөлектеп аламын. Ол шеттерін кейін бетіне үгітіп саламыз. Ал енді кремін жасап жіберейік. Бұл жерде крем заварной. Жұмыртқаны жарып, қант қосып, дұрыстап араластырамыз. Сүт құямыз. Үстінен жүгері крахмалынан саламыз. 40 грамм. Ол дегеніміз 2 үлкен толған қасық. Түйіршіктері болмағанша араластырамыз. Енді орташа отта қайта-қайта араластыра отырып, қайнағанын күтеміз. Өзі қайнағанда келем деп кет қалмаңыз, арасын араластырып тұрыңыз, өйткені түбі күйіп қалуы мүмкін. Ондай болса, креміміз дұрыс шықпай қалады. Сондықтан қайнағанша араластырамыз. Мінеки қайнады. Енді оттың астын өшіріп, басқа ыдысқа құйып, сары майымызды үстінен салып, дұрыстап араластырамыз. Суығанша осындай пакетпен бетін жауып қойыңыздар. Суығаннан кейін сливкимен қант ұнтағы араласқан кремін үстіне қосып біріктіреміз. Неге сливкиді алдық? Сливки міндетті түрде суық болу керек. Оны осылай көбіктенгенше миксерлеп аламыз.
кейін қант немесе қант ұнтағын қосамыз. Заварной крем әбден суыған кезде сливкиді кремді қосып, біркелкі масса болғанша осылай араластырып шығамыз. Он екі осындай әдемі Наполеон тортының қорждары шықты. Енді формамызға жинайық. Торттың бір қоржын салғаннан кейін 3-4 қасық крем құямыз. Сөйтіп, бірінен соң бірін барлығын жинап шығамыз. Ал енді сыртын безендіреміз. Шетінен қалғандарын осылай қолмен мұжып аламыз. Үгітіп, бетіне әдемі ғып салып шығамыз. Бетіне, шетіне, барлық жағына. Торттың кремі әбден бір-біріне сіңсін деп, мен түнге торттың бетін жауып, тоңазытқышқа қойып қойдым. Сосын ертеңіне қалған торттың үгіндісін шеттерінде жабыстырып, безендіріп шықтым. Осындай әдемі, үлкен, ауызда еритін Наполеон торты дайын болды. Мінекей сіздерге кесіп көрсетейін. Осы рецептпен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Қиын болмаса тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. 100% дәмді шығатын рецепт. Шайларыңыз тәтті болсын.